Жүргізушіге киім ұсынған Фифита әйелдер киімдерінің бутигі. Жеңіс, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Көктемге аман-есен жеттік. Құлпырып, сіздер жайнап, біздер шығармашылығымызды одан ары жалғастыратын күн. Иә. Жеңіс, бірінші сұрақты 5 жылғы сұхбатына бастағым келіп отыр. 5 жыл бұрын айттың суретшілерге деген қолдау, немесе суретшілердің өнерінің даму деңгейі төмен дегенің бар. Енді арада қанша жыл өтті? 5 жыл өтті ғой. Қазір суретшілерге деген қолдау қандай деңгейде? Өсті ба? Өсті деп айта алмаймыз. Бірақ баршылық музейлерде, мынау әкімшіліктен кейбір қолдаулар білініп жатады. Бірақ толыққанды суретшілерге арналған үлкен жаңағы симпозиумдар, көрмелер, халықаралық жаңағы симпозиумдар ұйымдастырылу аз болып жатады. Өйткені ондай ұйымдастырылған жағдайда суретшілер бірімен тәжірибе алмасу керек еді. Қазіргі таңда біз мынау бұндай айқын көріністі Кипр елінен көріп отырмыз. Өзім былтыр барып келген болатын. Сол жақта суретшілерге жақсы ден қойып, түркітілдес 14 мемлекеттен суретшілерді шақырып, көрмелерін өткізіп жатыр, симпозиум жасап жатыр. Ол жерге барғаннан кейін жаңа түркітілдес елдердің ішінен біраз суретшілерді көріп, олармен тәжірибе алмасу ғой. Әңгімелесіп, шабытқа шабыт қосылып, кәдімгі сезілді. Бізде сол нәрсе жетіспейді екен әлде де. Енді 5 жыл бұрын айтылған әңгіме әлде де актуальны. Енді қанша жылдан кейін бұл мәселе шешілуі мүмкін? Енді сенің болжамың қандай? Бұл әсте болатын шығар деп сенеміз енді. Біз қазір көп жерде біз ғана суретшілер ғана емес, сол көңіл бөлінбейді деп айтатын. Басқа да біздің өнер салалары бар. Ақындар болсын, мысалы, не болмаса жаңағы кино өнері болсын, актерлар болсын деген сияқты көп жерде проблемалық нәрсе ғой. Бірақ жай қолға алынып келе жатыр деп сенеміз енді. Жарайды, енді мемлекет тарапынан қолдау төмен, ал демеушілік қолдау бар ма? Спонсорство дейді. Мысалы, кәсіпкер, қалталы адам өзі қолдауын көрсетіп, дамытуына үлесін қосып жатқан? Бар. Енді бар, жоқ деп айта алмаймыз. Жеке көркем сурет галереясын ашқан, сол жерден картиналарды сатып алып, көрме ұйымдастырып, жаңағыдай суретшілерге қолдау білдіріп жатқан кәсіпкерлер бар. 2019 жылы халықаралық суретшілер симпозиумына қатыстың, жаңа айтып өттің өзің. Кипрда сол. Халықаралық деңгей сенің көзқарасыңды, сенің тәжірибеңді қалай шыңдай алды? Мықты шыңдады деп айтуым болады. Біріншіден симпозиумға бардым. Жаңағы біздің Алматыдан, Елордадан, жан-жақтан біздің суретшілер келді. Өзіммен құрдас, замандас достарым сол жерде бас қостық Кипр елінде. Бірімізбен қауышып, сол бөтен елде жүрген кезде кәдімгі ерекше әсер алады екенсіз. Ана жердегі басқа да художниктермен, жаңа суретшілермен кездесіп. Ол жерде симпозиумның қорытындысы өтті, көрме жасадық, сертификатын, жаңағы алғыс хаттарын беріп, марапаттады. Сол елдің жаңағы министрі, түркітілдес елдерден болып жатыр, түрік, ол жерде азаматтары, жаңа солтүстік Кипрда. Сол марапаттан кейін тағы 2 аптаға қал деді. Тағы да көрме жаса, тағы да бізге тағы да картина жаз, ақшасын төлейміз. Енді жеке көрмеге дайындал деді. Біз симпозиум барысында бардық. Жеке көрмеге дайындалу, оған да мүмкіншілік беру, ол үлкен жақсы маған бір жылы лебіз болды да. Бірақ жұмыспен барғам,
жазғы еңбектегі демалысымды алып барғам 2 аптаға. Жоқ, мен қала алмаймын, жұмысым бар, келесі жолы келейін дедім. Сонымен күздің бастапқы кезінде ол шақырып алды октябрьда. Тағы да сол әуе жолын, жататын жердің барлығын өздері көтереді. Біздің тарапымыздан тек қана сурет салу. Сурет салу. Енді біздің өнерімізді бағалап шақырып отыр ғой. Бағалап қал деп отыр. Бірақ бір суретшілер бар енді, жоқ мен ондай жерлерге бармаймын, сендер сияқты тегін бармаймын деп. Бұл енді үлкен плюс жақтары көп та. Әрине. Жаңа тәжірибе алмасқан бір бөлек. Сенің шығармашылығың шыңдалады. Бұл жерде бізде жазылмай жүрген картиналарда еркін, ойда еш нәрсе жоқ. Краска барлығын ағып ана жерде беріп отыр. Тек қана жаз, картина жаза бер. Жан-жақтан суретшілермен аралас, сөйлес, тәжірибе алмас. Плюс жағы деп соны айтуға болады да. Ал біз тегін картинамыз қалып бара жатыр сол жақта деп айтсақ, мысалы мына жердегі мына картиналардың бәрі сол жерде қалған картиналар мына. Ал бұл картинаны қазір қарап отырсам, сататын болсам мен пәлен ақшадан деп есептеп, мысалы ол жаққа не выгодно екен десем, мен шаға шықпай ол кезде отырамын да. Әрине. Бірақ өнер болғаннан кейін, Алла осы өнерді бергеннен кейін неге шығармасқа, неге, если сені құрметтеп, егер құрметтеп шақырып атса, жасап беріп кетуге тырыстым. Жеке көрме барысында тағы да үлкен қуанышқа ие болып сол жерден қызымыздың тұсауын кестіріп, Керемет. сол жаңағы Кипр елінің үлкен университетінің іргетасын қалаушы профессор өзі, 2-ші миллиардер екен сол жерде. Суат Күнсел деген кісі, Суат Бей дейміз. Сол кісі жаңағы толықтай қолдау білдіріп шақырып отқан сол кісі. Енді мұсылман кісілер, түркі тілдес елдер. Сол кісіге неге тұсауын кестіремізге? Қызымның бірден жасы асқан болатын, тұсауын кеспегенбіз. Ырымдап тұсау кесер деген нәрсені алып бардық, шапан алдыртып алдық. Сонымен шапан жауып, тұсауын кестіріп, батасын алып, сондай бір қуанышты жағдаймен оралдық. Енді бірінің артынан бірі өзі сәтімен шүкір барлығы жалғасын тауып келе жатыр. Сонда сен айтып отырсың ғой жаңа, көрмеде картинаны жазу керек болды ма? Сол жақта? Сол жақта жазу керек болды. Бұл жақтан алып баратын картина және бар. Ол басқа тағы да бар. Ол бөлек. Қандай туындыларды ұсындың Кипрда? Әртүрлі. Әр бағытта, әр тақырыпта. Біздің Павлодардың да бір Набережка дейміз ғой, жағалау, ертіс жағалауынан көрініс тапқан картиналар да болды менде. Анау сақ дәуірінен басталған кездегі ұлттық жаңағы картиналарды да қойдым. Бес қару деген сияқты, және батыр, қазақ батыр. Және қазіргі Астана, Елорда, Нұр-Сұлтан қаласы, Түркістан көрінісі. Мен алғашқы Түркістаннан осы өнер жолына вокзал бар ғой, кәдімгі вокзалдан шығып бастадым ғой. Соның бір тарихымен қалыптастырғым келді да, байланыстырғым келді. Вокзалдың бейнесін жазып, әдемі көрініспен. Менің шығармашылығым сол вокзалдың есігінен басталды деп айтсам болады да. Бірінші Елордаға, Арман қуып, әйтеуір өнер жолында кеттік. Одан кейін ары қарай Санкт-Петербургқа бардым, Ақтаудағы үлкен пленер симпозиумдар болып жатыр. Шақыртылумен біраз жерлерге барып өттім, Аллаға шүкір енді. Кипр еліне де ең бастапқы сол шыққаннан кейін жалғасын тапты да. Вокзал жолы деген картинаны жаздым. Абстракциялық стильде, импрессионизм стилінде. Сондай бір өзім күтпеген жұмыстар сол жерде шықты. Сөздің шыны керек. Шабыт келді ғой. Шабыт келді, өте керемет бір аурасы, сол жердің бір әсері саған деген бір рухы ұрып тұрады ма, бір сондай екен. Оны сөзбен айтып жеткізу қиын. Жұмыс барысында өзің күтпеген жұмыстар шыққан кезде риза болсын. Неге осында жүрген кезде осындай жұмыстар жаза алмаймын деп кейде ойлаймын. Осындай жұмыс жаза алмай жүрмін әлі. Яғни келгеніме 2 жыл болып отыр. Шабыт келу үшін шетелге шығып тұру керек қой. Шетелге шығып тұру керек негізі. Дұрыс айтасыз. Керек. Екіншіден жаңағыдай мидың да демалысы керек. Көрдіңіз ба, шетелге барған кезде телефон связь ұстамайды. Біздің енді күнделікті
сөйлесу емес, WhatsApp-пен ғана сөйлесесің. Нақты іспен ғана болып. Миың тынығып, жұмыс жасап, режиммен жаңа тамақты ішіп келіп, тағы да жұмыс жасап, суретшілермен енді түнгі 12-ге дейін, 1-ге дейін сол жерде отырған кезіміз болды, улап-шулап, шығанамашылықпен әңгімелесіп. Енді енді шетел азаматтарының біздің Қазақстанның өнеріне көзқарасы қандай болды? Қандай баға бере аласың өзің, қандай? Жақсы, негізінде біздің өзбек ағайындар, қырғыз ағайындар көршілер, одан кейін басқа да түркі тілдес елдерден, Татарстан болсын, Әзербайжан болсын, ерекшеленіп тұрады суретшілер. Қазірде біздің Оразбек деген ағамыз сол жақта, Кипрда. Сембіғали деген ағамыз осы симпозиумның өту барысына ұйытқы болып отқан, шақырып бізді. Одан кейін Оразбек ағамызды біз сол жерде өнерін үлкен тәжірибесін көрдік сол жерден. Жаңа өзім айтпақшы, ол кісіде де сондай шабыт болып жатқан шығар. Өнерін тастып, сол жерде мүсін өнеріне де атсалысып кетті. Сол жаңа Суат Күйсел мырза мүсін өнерін жасашы деп ұсыныс беріп ол кісіге. Қаншама түркітілдес елдердің салт дәстүріне байланысты мүсіндер жасады. Енді көзбен көрген жаңағы үлкен қуанышты, шабытты сондай нәрселер орын алып жатыр. Сонда біздің Қазақстаннан шыққан суретшілер шетелде басқа неге мүсінші болмайды, мысалы? Соны айтып отырмын. Басқа неге суретшілер? Неліктен? Бар, бірең сараң деп айтуға болады, немесе біразы бар деп айтуға болады, бірақ басым көпшілігі біздің Қазақстаннан болып тұр суретшілер. Өйткені өнерге деген қарындары ашып қалған ба, сол жерге барып шабыттанып жатыр. Шығармашылыққа деген. Немесе өнер сол жақта бағаланады, дұрыс бағаланады. Солай деп айта алмайсың ба? Көбінесе дұрыс бағаланады. Сіз мысалы қазір мына картинадан қарасаңыз, абстракциялық, импрессионистік стильдегі картина. Оны сіз түсінбейсіз бір қараған кезде. Біздің көп халық түсінбейді. Мен сізге жай образын айтып жатырмын. Көп халық қарайды да, не нәрсе дейді де өтіп кетіп қалады. Ана жақта ол түсінуге тырысады, түстермен, оның байланысымен, сол шығармашылық көзқарастары үлкен олар. Ол жағы да бар. Қазір бізде Андрей Оразбаев деген суретшіміз болды, павлодарлық. Ол кісі сол жақта местный болып қалды. Уже 2-ші жыл қазір сол жақта карантин басталғалы қалып қойған. Абстракция стилінде ол кісінің 1000 картинаға жеткізем деп сурет салып жатыр екен. Енді Жеңіс, сенің ойыңда жоқ па шетелге қоныс аудару, өнеріңді шыңдау? Жоқ. Мен бір сол жерде жүріп кішкене өзіңе елестетіп қарайсың, мен осы жерде тұрсам қалай болады? Осы жерде маған жағдай жасап жатса, кішкене қалып жұмыс істесе қалай болады екен деп. 2 аптаға әрең шыдадық қой. Бірінші барғанда бірінші апта қызықты өтеді ғой. Қыдырасың, теңізге барасың, мастерскойда, шеберханада жұмыс жасайсың. Қарым-қатынас 2-ші апта кеткен кезде уже қайтатын елге қайтатын кезде. Отанға қайтқың келіп тұра ма? Сол қайтқың келіп тұрады. Сонда 2 аптада уже сағыныш. Мен ол жерге жылдап қалу деген білмеймін, қиын екен. Мен өзім қала алмайтын сияқтымын. Жеңіс, сенің оралым келіп отыр, балалық шағың, бұл өнерді бойыңды дамытқан анаң, негізі. Анаңның дарған ғой. Қалай басталды ол? Сонда сен ананың қасында жүріп үйрене бастағансың ғой. Әлде ол қалай болды? Сондай ғой. Анамның осындай қағаздары, краскалары, кисточкалары жатты ғой сол кезде бала кезімізде. Соны шұқылап ұстап, қарап, көріп, әртүрлі кітаптар, альбомдар деген сияқты. Мольберт, планшет, холст, солардың барлығы әсер еткен шығар. Кішкене өнерге қарай талпынуымызға. Сосын мектеп кезінде кішкене жаным құмар болды өнерге. Сосын кейін мектеп бітіретін сәтте ең бір қызығы, мен кішкене тірлікке жақын болдым. Жаңа бизнес істейтін болса, сол сауда жағынан біздің ағаларымыз болды, жиен ағаларымыз. КамАЗбен көкөністер сатады. Солармен бірге көмектесіп, КамАЗын айдайтын 10-ші класста. 10-ші класты КамАЗ прицебімен айдап жүрдім. 11-ші классқа да бардым. Сол кезде де көмектесіп жүрдім арасында. Жазғы каникулдарда ғой енді. Сонда ойлайтын, мен суретші болам. Не осы КамАЗист болам деп. Дальнобойщик болам деп. Сонда мен
алдында енді үйдің үлкенімін ғой. Платный жаңағы түсіп қалатын болсам оқуға, грант ала алмай, квота ала алмай, онда мен КамАЗист боламын деп ойлағанмын солай. Грантқа түсіп кетсем, онда өнер жолын таңдап кеттім деген сөз. Құдай өзі сол грант беріп тұрған екен, университетке түсіп кеттік қой. Керемет. Түркістанда оқу бітіріп, арман қуалап, Нұрсұлтанға келді. Иә, сол кезде Түркістанда аудиторияда әңгімелер болады ғой. Сұхбат, диалогтар осы ұстаздарымызбен ғой енді. Қандай мақсаттарың бар, не бар деген кезде Жалғас деген ағайымыз сұрақ қойып барлығына. Кімде қандай мақсат бар ертең? Бітірейін деп жатсыңдар деген кезде мен Астанаға барғым келеді деген болады ғой енді. Иә. Балалық оймен айтасың, сол бір кішкене кез келген сөз, жақсы сөз, өзі жақсы нәрсеге жетелейді екен да. Кішкентай ғана сол бір сәт кейде есіме алсам, Астанаға барамын, мен сол жақта боламын деген. Сол орындалғаны, иә? Астанаға мен келмеген адаммын ғой, мен Астанада көп болмаған, жазғы каникулда келгенбіз, енді университет 3-ші курста. Бірақ сол кішкене ғана бір себеп болды, жақсы сөз жармырыс дейді ғой. Астанаға барып жұмыс істегім келеді деген кезде ары қарай Астанадан бір-ақ шықтық. Расымен де Астанаға келіп, бағың жанып, жұлдызың жанып, мансабыңда өрге домаладасың. Рас қой? Шығармашылық адамдармен араластық. Ана жерде белсенді жастармен араластық. Жас отан, жастар қанаты сол жердің жауапты жаңағы жігіттер, қыздары келіп ұсыныс айтып, бізден өнер адамдары да болған жақсы. Бізде бизнесмен адамдар да бар, бізде медиктар да бар, бізде әртүрлі саланың адамдар бар. Суретшілерден керек біреу деген кезде біз сол жас отанға сол кезде белсенді жас болып қатыстық, кірістік. Түрлі шаралар, форумдар өтілу барысында жастармен бірге акцияларға қатысып, мен енді өнерімді кейде қайырымдылық шараларға көрсетемін. Балаларға арналған әртүрлі шеберлік сағаттар өтіп, барып картина салып беремін, картинаны сыйлап беріп кетемін. Солай жастармен бірлесіп, ол кісілерді әйтеуір өнерімді бағалап, ой жәке деп төбесіне көтеріп жүрді. Сол ары қарай жалғасын тауып. Енді мен сұрақ қойғым келіп отыр. Түркістаннан Астанаға. Ол түсінікті, жастардың көбісі елордаға барып, өзінің орнын тапқысы келеді. Ал енді Нұрсұлтаннан Павлодарға, солтүстік өңірге не жетеледі? Мен барлығы бір қазақтың жері ғой деп ұсыныс барысында. Ұсыныс түсті? Иә, ұсыныс түсті. Келіп, жұмыс жасауға неге көрмеске дедім енді. Менде бір Астанада алып баратқан қызметім жоқ. Суретші болып, әскери тарихи музейде реставратор болып жұмыс істеп жүрдім. Оған жаңағы суретшілер одағында жастар бірлестігінде жүрдім. Енді Павлодарға келіп, өнер саласында, музей саласында қызмет атқаруға ұсыныс түскеннен кейін, келіп неге жасамасқа көрейік. Тәуекелге бел буып. Енді өкінбейсің бе? әр жердің, әрине неге өкінем, бұл жерде келіп, бағым одан да қатты ашылып деп айтуға. Мен жаңағы айтып отырмын ғой, суретші көрмелерге қатысып, жақсы кісілермен танысып, әрбір жол сілтеген кісілерді ұстазым деп айтамын мен енді. Біраз Астанада ұстаздарым бар, елордада. Осында біраз ұстаздарым бар. Барлығы жол көрсетіп. Енді былайша айтқанда біз істемесек, біз барып жұмыс жасамасақ, қорқып, әркім өз жерінен шықпай жүрсе, білмеймін енді. Жасау керек, көру керек. Өмірлік серігің, жұбайың, махаббатыңды қайдан жолықтырдың? Өнер саласының адамы ма? Жоқ, программист. Мүлдем басқа сала. Басқа сала. Өнерді түсінбейді, енді өнерді көріп тамсанып отырады сіздер сияқты. Енді мен Астанада жүрген кезде суретшілермен бірге қыдырып шығып кетеміз, жүреміз. Сонда әкем үйлендіру керек мына баланы деп. Көп қаңғырып жүр, көп қыдырып жүр деп. Сосын кейін. Жас енді біраз үйленетінде жас болды. Балалар, достарымыздың бәрі үйленіп қыз іздеп Түркістаннан әлеуметтік желіден іздеп отырып тауып алдым ғой. Әлеуметтік желімен іздеп, сол өзіміздің менталитет сәйкес келетін Түркістанның маңынан іздедім, енді өзіме көнетін жұбай болсын. Кентаудан.
Анам айтып отырады, сен анау алыста жұмыс жасай бер, мен құда жекжаттарымен жақын жерден араласып отыруым керек деп. Сосын енді үйдің үлкенімін, былайша айтқанда маған қарап, алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба артынан еріп отырады деймін. Анамыздың айтқанын тыңдап, әкеміздің айтқанын орындап, сол апыр-топыр үйленіп кеттік. 2014 жылы. Әлеуметтік желі арқылы танысып, бұл таныстық қалай ұластар қарай, қалай кездесу, бірінші кездесу қалай болды? Ол күшті болды. Әлеуметтік желімен танысып, дауысы басқаша болып сөйлесіп, енді әртүрлі жағдайлар болады ғой. Қалай болады екен, маған осы келін болатын қыз ба деген сияқты. Сосын кездесу барысында бірінші телефонмен сөйлесіп, телефонмен араласып, ары қарай кездескен екен. Болды, үйленемін осы қызға деп шештім ғой сразу. Бірден? Сенесіп, таныстым, бір аптаның ішінде үйленіп кеттім ғой. Рас па? Рас. Ондай да болады. Оразаның кезінде. Мына таныстым, оразаның алдында болатын. Үйлендім, бет ашарым, оразаның кезінде, ауыз ашардың уақытында берілді кешке. Ауыз ашып жатыр елдер, сол жерде бет ашты. Бет ашар болды. Жас келін, үйдегілердің алғашқы келін. Керемет. Қазір енді көші осында келдіңдер, Павлодарда тұрасыңдар, бірге? Осындамыз ғой. Әке шешем Түркістанда, бауырым үйленіп жазда былтыр. Сонымен бауырым ұлды болып, біраз үлкен семьяға айналып келе жатырмыз әсте-әсте. Керемет. Енді жеңіс ғашық болып, жұбайыңның суретін салған кездер болды ма? Портретін? Менде портреттер көп, картина әйел адамға арналған, сұлулыққа арналған. Әйелім кейде ренжиді, менің портретім жоқ соның ішінде. Неге жоқ? Бірақ мен әйелім айтам, барлығы образына сен ол деп. Жасаған портреттің бәрі сен ол деп. Арнайы бірақ менің портретін жазып өттім сол. Осы сұхбаттан кейін міндетті түрде әйеліңнің суретін салады деп сенеміз. Жеңіс, енді білеміз, осы біздің Павлодар өңірінде орташа жалақы, енді орташа есеппен 80 мың, 100 мың көлемінде шығар. Суретшілердің жалақысы қанша? Суретшілердің? Мен суретші болып жалақы алмаймын. Мен енді музей басшысы, Қаржы ауданында әдебиет өнер музейінің басшысы ретінде тәжірибе бізде 20 жылдық тәжірибе жоқ, еңбек стажымыз. Яғни суретші болып ақша таппайсың? Жоқ, суретші болып талай тапсырыстар түседі. Тапсырыстар түсіп жатады, бірақ ол белгілі бір мынандай деңгейде деп айта алмаймыз ғой. Әр кезде қалай, 100 мыңға, 150 мыңға картинаң сатылып қалса, бір кездер тып-тыныш болып жүресіз, бір жаңағы жасап жатқан жұмысың зарплатасымен күндерің өтіп жүресің. Ал кейде осындай үлкен жұмыстар болып қалып жатса, әр кезде әртүрлі ғой. Яғни тек қана суретші болып баю мүмкін емес? Баю мүмкін емес қой, енді суретші. Оған енді не керек шығар? Бізде үлкен бай суретші ағаларымыз бар ғой, алдыларымызда. Ерболат Төлепбаевты мен айтам, постоянно сұхбат болса, бір әңгіме болса, ол кісі әлемнің жарты елінде көрме жасаған, картиналары өзінің стилі бар. Кез келген елге барса, картинасы сатылса, $3,000, $5,000, $10,000 деп картиналар бағаланады, бағаланады. Енді сондай ағаларымыз жол көрсетіп жүрсе, артынан еретін шығар біраз кісілер. Тағы да бірнеше суретшілер бар. Енді қалай айтуға болады? Бренд қалыптастырады ғой. Қазіргі таңда әншілер қалай мысалы өздерінде бренд қалыптастырып, өзінің қолтаңбалары бар деген сияқты. Суретшілерді де солай ғой. Көрме жасап, әлемге танылып жатса, картиналар қымбат сатылады, ары қарай жағдайда өзгеше. Табыс табу мүмкін болады, Ал енді Бұқар жырау музейі мен сенің өзіңнің өнеріңнің арасындағы байланыс қандай? Әдебиет өнер музейі ғой, Бұқар жырау атындағы. Өнер адамдары бар бізде. Олардың ішінде әнші, актер, суретші, ол кісілердің жәдігерлері сақталған, ол кісілердің
құнды материалдары бар деген сияқты. Барлық музей өнермен байланысты ғой. Барлық музей шығармашылық орта. Сол музейдің шығармашылығын дамыту керек, сол музейдің қор толығып жатады ғой жылда. Бірақ соны көрсете білу керек, арасында жақсы көрмелер, қазіргі таңда челлендж акциялар өтіп жатады ғой. Мен ойлаймын, осы біреулер айтып жатады ғой, показуха, ой, анау челлендж жасап, мынау эстафета берді деп. Оның бәрінің артында пайдасы бар негізі. Кішкене халыққа насихатталынады. Мен былтыр музейімізден Абайдың 175 жылдығына, енді ұлы Абайды барлық жерде насихаттады, Абай күнін белгіледі президентіміз. Біз музейімізден кішкене акция деп бастағанбыз. Мен ойлағам, бір 15-20 машинамен аяқталынатын шығар деп. Көліктердің артқа лау бойына Абайдың қанатты сөздерінен бір 20 шақты сөз дайындаған болатын. Келген машиналарға жапсырдық, акция бастадық деп. Сенесіз бе, 200-ге жуық машина келді ғой, бірінен кейін бірі. Құлаушылар бір сәтте емес, бірақ көктемде бастадық, жаз, күз, қыс сол акция жалғасын тауып былтыр аяқтадық. Сол Абайдың әртүрлі қанатты сөзі, ақырын жүріп анықпас, басқа да әртүрлі сөздер, Абайдың бүкіл сөзі, ұлы сөздер ғой. Барлығының астары бар, барлығының қызыққа деген өнегесі бар. Сол акция мысалы өзінің оң нәтижесін берді. Сол сияқты қазірде неше түрлі жасалынып жатқан музейдің жұмыстарын көрсетуге септігін тигізіп жатады. Жеңіс, енді сені карантин неге үйретті? Енді былтыр барлығына белгілі 1 жыл карантина болды. Карантин негізі адамды жалықтырып жіберді ғой, сөздің шыны керек. Бірақ ішінде бір дұрыс жолға, дұрыс сәтті пайдаланайыншы деп ойлайсың. Сурет жаздық. Карантин кезінде Жұбан Молдағалиевтің конкурсына қатысып, бірінші орын алдық. Алпысбай деген ақын сатирик досымыз екеуміз. Сол жігіттің өзінің ұсынысы болды. Карантин кезінде кеше көрме абстракциялық стильде Астанада көрме жасалынып жатыр. Оны да карантин кезінде жаздым. Ой, деп жақсы жұмыс екен деп қызығушылығын білдіріп жатыр. Оң нәтиже алып жатырмыз. Карантин кезінде де пайдалы істер жасалынды. Бірақ көбінесе ой басқа жақта болады ғой, көрдіңіз бе? Біз жан жақта болып жатқан дүниелермен көңіл күйдің түсіп кететін сәті болады. Жанымызда көз көріп жүрген адамдар қайтыс болып кетіп жатыр. Қанша жақындарымыз ауырып қалып жатыр. Соның бәрі әсер етеді. Кейбір сәтте тынышталып қалған кезде осындай жұмыстар шығып жатады. Енді кез келген шығарма адамында бір шығармашылық дағдарыс болады ғой. Сол кезде не істейсің? Көп болып тұрады. Сен шығармашылығың күнде адамдарға керек емес қой. Бір сәт болады, картина керек болып, көрме жасау керек болып, өтеліп қалып, кей кездерде тынышталып қалады. Сол тыныштықты пайдаланып жұмыс жасау керек. Көбінесе біз жалқауланып жатамыз ғой. Көрме жұмыс жасамаймыз. Көрме дайындалған кезде, жақындаған кезде жүгіріп жатамыз көбінесе. Бірақ қалыпты жағдай болып кеткен ол шығармашылық дағдарыс деген жаңағы. Қазір тіршілік дағдарыста отыратын тіршілік емес қой. Сен бір күн дағдарыста, 2 күн, 3 күн дағдарыста боларсың, ары қарай жұмыс жасамасаң аш қаласың. Иә. Мен өнер картиналарын жоқ кезде не істесем болады деп әр кезде сұрақ қоямын. Иә, сұрақ қойып жұмыс жасау керек екен, бір кәсіппен айналысу керек екен деген сияқты бір ойларда болып жатады. Енді картина жазу кезінде сен қандай тақырыптарға арқау етіп жазасың өзіңнің туындыларыңды? Тақырып әртүрлі менде. Әртүрлі тақырып. Кез келген тақырыпты қозғай аласың, иә? Картинаны. Кез келген тақырыпты жазуға болады. Көбінесе осы өзіміздің ұлттық құндылықтарға жұмыстар жасап жатамыз ғой. Кейбір кезде заманауи деп жақсы басқа да дүниелерге көңіл бөліп кететін сәттер болады енді. Біз шектеліп қалмау керек.
жан жаққа қарап қазір әлеуметтік желінің өзі бізге көрсетіп жатыр ғой, қандай жерде қандай өнер дамып жатыр, кімдер алға шығып жатыр деген сияқты. Соларға қарап ой түзеп жұмыс жасау керек екен деген сияқты. Шыңды алу керек деп талпынып жатырмыз ғой. Иә. Шәкірт тәрбиелейсің ба? Шәкірт жоқ әзірге. Ал енді сурет сабағын беру, курстар жүргізу. Енді қазір кішкентай балаларымыз бар, мектеп оқушылары бар. Алда уақытта бола жатар енді. Ондай мақсат бар, иә? Қазір жоқ мақсат. Қазір жоқ. Қазір енді мына жұмыстың өзі жеткілікті мысалы. Өзіңді шыңдау керек қазір. Өзің шыңдау керек, бір музейдің жұмысын алып жүру керек. Сол үлкен басқа да шаралар өтіп отқан кезде мынандай шәкірт дайындауым керек мен деген сияқты мойын бұра алмай қалды. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Уақытымен келетін шығар. Жеңіс, бүгін енді мынандай бір керемет қонақкәде болып отқан сияқты. Суреттен алмайды ғой мынау фотография. Сіздің фотографияңызды тауып алып, наурыз келе жатыр, әйелдер, қыздар мерекесі келе жатыр деп кішігірім сыйлық қылып жасап алып келдік. Мен таң қалып отырмын. Мынау суретке қарап, мен туралы не айта аласың? Бір-екі мінезді айтуға бола ма екен адамның? Бір-екі мінезді ме? Биязы, жайдары, қазақтың қарапайым қызы, қазіргі заманауи тілмен айтқанда селфи жасап тұрған. Енді керемет, енді Жеңіс, құпия болмаса осындай портреттер тапсырыспен қанша құны? Мынау графикалық тұрғыдағы жұмыс қой, черно-белый. Бұл 10 мың теңгенің көлемінде. 10 мың теңгенің көлемі? Басталады, иә. Басталады. Ары қарай үлкен форматына байланысты 2 адам, 3 адам болса, одан да бағасы көтеріліп жоғарылай береді. Негізінде. Мынау черно-белый форматта орташа есеппен 10 мың. Ал егер түрлі түсті бояулармен болса қалай болады екен? Олар 40 мың, 50 мыңнан жоғары. 50 мыңнан жоғары. Мына осы форматтан жоғары болса, 80 мың, 100 мың, 150 мың деген сияқты. Тапсырыстар жиі түседі ме осындай? Енді мысалы болып жатады. Бір күнде. Енді қазір ол мода ғой, енді негізі рас. Сыйлық ретінде, тарту ретінде беруге өте керемет сыйлық. Иә. Тарту. Болып жатады. Болып жатады. Енді Жеңіс, сенің шығармашылығың кішкене отбасыңа оралсақ, отбасын құрдың деп айттың жаңа, 2 балаң бар, иә? Бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі қандай? Әкенің рөлі өзіміздің әкеміз сияқты ғой. Бізге әкеміз қалай болды? Жұмыс жасайды, келеді, кешке таңертең кетеді, кешке келеді, қазір де сол тіршілік жалғасып жатыр. Үйге келген кезде әйтеуір балаларға көңіл бөліп, демалыс күндері қыдыртып алып шығып қайтып. Біз енді балаға айнамыз ғой. Біз өзімізді қалай істесек, өзімізді қалай қарым-қатынаста жүрсек, бала солай тәрбиеленеді ғой. Мен әкелік солай тәрбие беруім керек деп қатты ойланбайды екенмін. Бірақ ертең қазір балабақшада мектепке барған кезде ары қарай білім жолында жақсы нәрселерге қатыстыруға енді ойлар бар. Енді балалардың бойынан да осындай бір қасиет, өнер болып жатса, қолдайсың ғой? Әрине. Ойдағы өнер бар болса шығару керек қой. Кез келген адамға да оны айтамын енді. Біреулер сурет жақсы салады, бірақ сонымен айналыспай кеткендер бар. Ол айналысса мүмкін ол шедевр жұмыстар шығаратын. Маэстро суретші болып кетуі мүмкін. Әрине. Енді осы орайда сенен суретші ретінде тәжірибемен бөлісіп, қазіргі ата-аналарға қандай кеңес бересің? Енді балаларының бойында осындай керемет дарынды байқаған ата-аналарға берер кеңесің? Берер кеңесім енді балалықпен сурет салады, өнері болады. Оны суретші қылам деп мақсат қоюдың қажет жоқ негізі. Білімді ең бірінші, білімді жинаған жақсы, білімді болған жақсы. Кейін мен айтпақшы жоғарғы сыныпқа барған кезде
жол таңдай бастайды ғой адам. Сол кезде жанына жақын өнер болып тұрса, ол тастап кетпейді, сол жерде жалғастыру мүмкін. Бірақ қазір түрлі конкурстар, түрлі көрмелер болып жатады ғой, мектептен бастап. Соларға қатыса беру керек. Бір жерден жетістікке жетті ма, екінші көрмеге де дайындалу керек. Жақсы жұмыстар жасап, тағы да қатыса беру керек. Алғыс хат алады, марапат алады, сыйлықтар тағайындалынады, оған сыйлық алып жатады. Өзіміз қатысып көрдік қой сондай нәрселерге. Біздің өңірде осы бейнелеу өнеріне дағдылайтын тегін курстар бар ма? Тегін курстар, факультативтер балаларға, үлкендерге арналған. Қаншақты қолжетімді? Тегін курстар болмайды ғой. Тегіндер бар, ол мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жаңағыдай жерлер бар. Мен өзіміз лично сол жерге барып кішкене атсалысып, көмектесіп, көрсетіп қайтып жатамыз кейде. Тәжірибе сынып сағаттар өткізіп. Негізінде ақылы қатысып, дайындалатын жерлер көп. Жеке галерея, жеке студиялар бар. Музейде бар, көркем сурет музейі бар бізде. Ол жерге барса да енді үлкен қаражат емес қой. Бірақ кішкене талабын шыңдауға сәл ғана ақша шығарса мүмкіншіліктер бар ғой. Өзіңді өзің дамыту үшін енді қаражат жұмсаған ол дұрыс деп ойлаймын енді. Өзіңе. Рахмет. Бізде тағы бір жаңағы Павлодар туралы осы жерге келгеннен кейін қалай жалғасты деп әңгіме болды ғой, өнер Астанадан кейін. Бұл жерге келгеннен кейін үлкен тарихи оқиғалар болды дедім де, жаңа ары қарай айта алмай кеттім, мен айтпай. Елбасы келді 2018 жылы. Ол кісіге біздің 5 киелі жерлердің картиналарын таныстырдым. Ол кісінің алдында экскурсия жүргізіп, сол картиналарды таныстырып айтқан кезде ризашылығын білдіріп, біздің Павлодардағы суретшілерді танитындығын, қазір видеоролигі бар, сол елбасыға таныстырып отқан, бүйтіп маған сөйлеген жері бар. Мен білем бұл жердің суретшілерін деп осылай қолмен көрсетіп тұрып айтты. Сонда мен риза болдым. Енді елбасы бұл политикамен, немен айналысып жүрген басқа да орталармен жақсы адам, өнермен де алшақ емес екенін, өнер адамдарынан да жақын екенін көрсетті да, оның ішінде суретшілерді мен танимын деп айтты. Бізде марқұм ғалым Қаржасов ағаларымыз бар, анау алдыңғы бастап тұрған. Оның алдында үлкен суретшілеріміз болған. Қазіргі Өсербай Шуранов, Әнуар Егенбаев ағаларымыз бар. Солардың да біраз картиналары бар жаңағы. Ол кісілерді атақты заслуженный суретшілер ғой. Мен елбасын ойладым, мен сол кісілердің осы кісілерді айтты ғой енді. Өйткені сол танимын деп. Одан кейін мен енді оңтүстіктен солтүстікке деген бағдарлама бар ғой қазір. Бар. Сол бағдарлама мен осында қоныс аударып келіп жатқандығымызды айттым. Және де біраз барлығы сол елбасының бағдарламасымен басталып еді ғой. Одан кейін картиналардың киелі жерлерін таныстырып, сол кісімен риза болып, өзі енді бала кезімізден көз алдымыздағы мемлекет басшысы сол кісі болып қалыптасып қалды ғой. Әрине. Ол кезде мемлекет басшысы болып тұрды, президентке. Бір балалық арманымда болатын еді ғой елбасымен кездесу деген сияқты. Түркістанға қаншама келген, сыртынан қарап тұратынбыз. Осындай екен елбасы, бойы осындай екен, түрі мынандай екен, живой көрген кезі мынандай екен деп, бірақ сол кісінің көз алдында экскурсия жүргізіп, тарихи сәтті өткіздім. Енді мен үшін үлкен қуанышты оқиға болды. Әрине. Сосын кейін осы жерде жүріп, жұмыс қызметімізді атқарып, әйтеуір зиянымыз тигізбей, пайдамызды тигізіп, жақсы жұмыстарға әйтеуір атсалысып жүрміз, енді азды көпті. Содан кейін жыл патриоты деген номинация ұсынып, Елордадан барып, жыл патриоты атанып қайттық Павлодардың. Одан бөлек жебе қоғамдық бірлестігінің мүшесісің, Ол жерде де жақсы игі бастамаларға себепкер болып, жақсы жұмыстарды жаңағы айтып отырмын ғой, акциялар, әртүрлі дүниелер. Оның бәрі жаңағы қазір ең әдемі киім ұлттық киім акциясы өтіп жатыр, жебе бастаған. Неге сен соны киіп келмедің? Менде шапан бар. Шапан бар ма? Шапанмен жүріп қазір күнделікті өмірде киіп жүрмін оны. Көне шапандар ол. Сол мысалға кішкентай ғана осы бір ғана нәрсені айтайық, акцияны енді. Пайдасы біраз елдерде жалғастырып жатыр екен, біраз біздің өңірлерде. Кеше оқып қалып жатырмын, басқа жердегі посттарда ең әдемі киім, ұлттық киім деп.
салып қойып сөйтіп жатыр. Оның бәрі әлеуметтік желі көрсетіп тұр ғой. Әрине. Сол сияқты жебе қоғамдық бірлестігімен де, суретшілермен де, музеймен де жан-жақты болуға тырысты. Иә. Және мына Торайғыров университеті бар ғой. Ол жерде де шәкірт деп қалдыңыз ғой. Студенттерге сабақ беріп кетемін, оқта-текте. Олар енді жеке шәкірттерім емес. Енді тәжірибемен бөлісіп, ақыл кеңес беріп. Жақсы. Сондай үлкен дүниелер Павлодарда өтіп жатқаннан кейін Павлодар жүрегіме, жаныма жақын қала болып. Кейде ойлаймын ғой, артымызда өсіп келе жатқан әнелеріміз бар ғой, онда бауырларымыз бар. Көбісі кішкене қиыншылыққа төзбей кетіп қалады. Мен осы келдім, жағдайым күшті болып кетті деп айтамаймын ғой. Келгеннен кейін көшіп қонып квартирада жүрдім. Әлі күнге дейін общежитиеда тұрамын мысалы. Оның бәрін сізге айтып отырған мен көп жерде айта бермеймін. Біздің көп адамдар соны шыдамайды, білмейді. Одан да өз үйімде еркін жүрмеймін ба деген сияқты шеге шыққысы келмейді. Әсте барлығына жетуге болады. Шыдамдылық керек шығар. Шыдамдылық керек, төзімділік керек. Жасап жатқан өнеріңді, жасап жатқан қызметіңді көрсете беру керек. Мотивация кейде жетіспей жатады адамға. Иә. Бір еңсең түсіп қалатын сәттер болады. Сол кезде бір жаныңда достарың бар, суретші достарым бар, жаңағы жебе қоғамдық бірлестігінде достарым бар, ақындар. Басқа да ақындардан да, өнер адамдарынан да араласып жатамыз ғой. Сол кезде барлығын ұмытып, кішкене мотивация алып алатын кездер болады. Адам бір қалыпта тұрмайды ғой. Көңіл күйі, мотивациясы. Иә. Құбылмалы ғой? Құбылмалы. Бірақ кез келген нәрсеге төзім керек, шыдамдылық керек. Барып әлеуметтік желіден көріп, анау Түркістаннан бізде өтіріп жатқан әншектер бар. Аға жақсы жетістіктерге жетіп жүр екенсіз, анау мынау деп ризамыз деп жатады ғой. Бауырым, Аллаға шүкір, беріп жатыр әйтеуір Алла. Жұмыс істеп жүрміз. Оған енді көңіл күйді түсіретін әңгіме айтпаймын, наоборот көтеретін әңгіме айтамыз ғой енді. Жақсы дүниелерді көрсетіп салып қоямыз әлеуметтік желіге. Рахмет жеңіс. Өте бір сондай ашық сұхбат болды. Расымен де көп жерде айтылмайтын нәрселер айтылды. Риясыз әңгіме болды. Енді шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Шабытың ешқашан өшпесін. Басыңыз аман болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын. Рахмет. Баршаға мереке құтты болсын. Өздеріңе де амандық, шығармашылық табыстар тілеймін.